Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын чебуректердің рецептісімен бөлісемін. Бұл жерде әрине қамыр, ең маңыздысы қамырдың әдемі болып шығуы. Құрамында құпия ингредиент бар, оны видеоны соңына дейін қараған кезде білерсіздер. Видеомды міндетті түрде қолдап кетіңіздер. Алдымен ыстық суымызға тұзымызды салып араластырып аламыз. Ұнымыздың ортасын осылай ашып сұйық майымызды құйып, сосын барып ыстық суымызды құйып, суларыңыз кәдімгідей қайнаған ыстық су болу керек, қайнап тұрған. Барлығын қосып жақсылап қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымызды целлофанға салып жарты сағатқа иілғанша қойып қоямыз. Мен алдымен осылай вилкамен, сосын барып қолмен жақсылап илеп алдым. Тынықтыруға жарты сағатта қойып қоямыз. Сол арада начинкасын дайындаймыз. Тартылған етімізге жуамызды қосып, тұзымызды, бұрышымызды салып, кішкене су қоямыз. Су құйсаңыздар, сіздердің чебуректеріңіз құрғақ болмай, сочный болып пісетін болады. Бұл жерде судың температурасы маңызды емес, бөлме температурасында суды пайдалана берсеңіздер болады. Қамырымызды бір илеп жіберіп, бөліктерге бөлетін боламыз. Мен үлкен және кіші етіп екі түрлі чебурек жасадым. Үлкен 40 граммнан және кішісін 20 граммнан жасадым. Қамырларымызды осылай қолмен айналдыра отырып пішін береміз. Және де қамырларыңыздың бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар, қайғазып қалмау үшін. Қамырымызды жұп-жұқа етіп, мөп-мөлдір болып тұратындай етіп жаямыз. Салмасын салып, салмасын шетіне дейін алып бармаймыз. Шетін бізге түйген кезде әдемі болып көрінуі керек. Артық жерлер болса пышақпен кесіп алып тастаймыз. Шанышқымен әсемдесеңіздер болады, бірақ міндетті емес. Кіші чебуректерімізде дәл солай жайып, салмасын салып, артық жері болса кесіп тастап, шанышқымен шетін басып әсемдеп аламыз. Майды алдын ала 10 минут бұрын мен қойып қойдым. Міндетті түрде майларыңыз қатты қызған болуы керек. Қызып тұрған майда екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Майларыңыз міндетті түрде қатты қызған болуы тиіс. Егерде майларыңыз қатты қызбаса, чебурек бүкіл майды өзінің бойына сіңіріп алады. Аударған кезде де чебуректерімізді шетінен ұстап тұрып аударамыз. Және де алғаннан кейін осындай қағаз сүлгіге қойып алсаңыздар, майын өзіне сорып, майлы болмайды. Кіші чебуректерімізді дәл солай қызып тұрған майға салып, екі жағынан қызартып пісіріп аламыз. Шетінен ұстап аударамыз келесі бетіне, және де шетінен бастап аламыз. Мінекей біздің өте керемет болып шығатын, қытырлап тұратын чебуректеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоны қолдап кетіңіздер.